Жүсіпбек Аймауытов Ақбілек романы 12 бөлім. Арада 5 жыл өтті. Ертіс үлкен өзен. Өребасы Қытайдан келеді. Екі қабағы ызғындай ел. Ызғындай елдің ортасындағы өнер-білімнің, сауда кәсіптің отарба, от кеменің тоғысатын кіндігі, қара шаңырағы Семей. Семей бір губерния елдің миы. Ақыл-ойдың табысы Семейде. Семей бір губерния елдің жүрегі. Семей бүлкілдесе, бір губерния ел бүлкілдейді. Ертістің оң қабағында Семей, солында Алаш қаласы. Алаш пен Семей арасынан өткенде, Ертіс саулы інгендей талтаяды. Талтайған жерінде арал пайда болады. Аралдың өн бойы сыңсыған орман. Жаз болса орман жасарады. Астына шалғын кілем төсенеді. Арал сәнденеді. Арал жанданады. Екі қаланың еті тірі еркек-әйелі қызыл-жасылды киім киіп түрленіп, қайыққа мініп сол жеке аралға көкке шығады. Арал толған ағаш. Ағаш арасы жол. Жол жиегі түрлі шөппен түрлі гүл. Гүл әліпті жасыл жолда иін тіресіп, ерсілі-қарсылы жүріп жатқан жан. Ағаштың саясы топ-топ адам. Ол топта пәреміш кәрзеңкелеп, тау-кеншік самауырынын бықсытқан татар әйелдері де бар. Орталарына қымыз қойып, қой сойып, жер ошаққа еттерін асып шымырлатып жатқан қазақ та бар. Қыз қолтықтаған, гүл терген орыс та бар. Арақ ішкен, мас болған, сырнай тартқан, өлең айтқан орыс татар да бар. Ән күйде, қызық сыйда, сұлу қызда, бал қымызда, махаббатта, сырада, арақта, карта ойыны да, төбелесте, айқай-ұйқайда, ойын күлкіде бәрі содан табылады. Күн жұма, ақша бар ма? Әйда аралға. Ес қайықты, әпкел домбыраны. Әміре қайда? Шақырғанда, салсын ардақты. Сыңғырлатсын аралды, көтерсін Семейді басына. Айқай жасыл аралым. Қызық еді-ау бір күнде, әлі де солай мекенсің. Біз аралдан кеткелі көп айлар, көп жылдар өтіп барады. Сағындық-ау аралды, сағындық-ау Семей, Алматы. Сол аралда, Алаш жақта үлкен қарағаштың түбінде ертістің шымырлап аққан суына көз салып, көк теңбіл желек жамылған, аппақ шөлмектей бір келіншек, апырау, өзге жұрт арал кезіп, арақ, қымыз ішіп қызыққа батып жатқанда, жападан жалғыз отырған неткен келіншек екен. Тегі жай емес қой. Аузы жыбырлап жынды кісіше өзінен өзі сөйлеп отыр. Шіркін-ай, біздің ауылдың жайлаудағы шалғыны қандай еді. Бұзау көрінбей жатушы еді. Ауыл келіп қонғанда жұпар иісі мұрынды жарушы еді. Тау аясындағы айдын көлінің айнадай суығандай еді. Өңшең ұсақ бала шолпылдатып, суға шомылып, жұмыртқа іздеп, жыланбас тана теріп кетушек. Есіл қызық күндер-ай. Есіл оң жақтағы Дәурен-ай, елім-ай, жерім-ай, сағындым-ау, қайтейін деп отыр еді ол. Сол кезде ағаштың ар жағындағы жолмен орысша киімі бар бір жас әйел келе жатып, келіншектің сөзіне құлақ салып тұра қалды. Сағындым-ау, қайтейін деген кезде келіншектің қарсы алдынан өте беріп, бетіне қадала қарады да тамсанып тоқтады. Япыр-ау, жаңылмасам, таныдым ғой. Сен Камила емессің бе деп жаза басам ба дегендей аяғын бір басты. Я, деді келіншек көзі бажырайып. Көсілген аяғын жиып алып қарай қалды. Орысша киінген әйел таныған сайын келіншек тесірейе қарап, дәл қасына жете бергенде, бауырым, жиен-ау, сені де көретін күн бар екен деп, ұшып түрегеліп мойнынан құшақтай алды. Келіншектің көзінен жасы ыршып-ыршып кетті. Көріп мауқын басқан соң, екі жас әйел біріне бірі таянысып, аяқтарын айқастырып, телмеңдеп отырып, әңгімеге кірісті. Сен мұнда қайдан келдің? Сен қайдан келдің деп, екеуі де сасқалақтап қатар сұрасты. Әуел өзің айтшы, әуел сен айтшы деп, орысша киінген әйел келіншектің қолынан ұстап, өз алдына тартты. Жарайды ендеше деп, келіншек бастады. Жасаған-ау, енді айтайын деп тамсанып қояды. Сені көрем деген титтей ойымда болсайшы. Ана жылы жайлауда отырғанда апам екеуің келіп жатып кетіп едіңдер ғой. Онда екеумізде бала едік қой. Япыр-ау, содан қайтып көріскеніміз жоқ-ау. Көріскендей болды ма жұрт? Балапан басына, тұрымтай тұсына. Я десейші, жаман болды ғой. Өткен күннің белгісі жоқ.
Ту баста бүлдірген Рахымжан деген ғой. Қазақтардан солдат алып, қызылдармен соғыспақ болып. Әй дүние-ау десейші. Соғыспаса қайтып барады екен. Орыс шіркінді жеңем деп ойлайм екен. Сонда елдің кісілерін жинап алып Рахымжан айтыпты ғой. Балшабай келді, малдарыңды талап алады. Әйелдеріне билік қоймайды. Аман күндерінде Қытайға ауыңдар депті ғой. Әкемдер қалаға барып келді де, ал ауамыз деп елді бөріктіріп, аласапыран болмасын ба. Тігулі үй тігуімен қалды. Толып жатқан әбдіре сандық бәрін тастап, жеңіл желпі киім-кешек төсек орынды алуға ғана мұршамыз келді. Малды айдап, күні-түні шұбырып аудық қой. Қанша күн жүргенін де білмеймін. Сол көшкеннен көшіп, Қытай қазақтарына бардық. Я, ауып кетті деп естігенбіз. Естсең сол, ол бір бейбастақ нашар ел болады екен. Кім көрінгені би болып, малымызды талап ала берді. Әсіресе бір үкірдай дегені жаман болады. Әкемнің бар малын сол айдатып алып сымпидықта қалдық. Не мал жоқ, не үй жоқ, не тамыр таныс жоқ. Жаппаның астында жаттық. Көрген күнімізді Құдай итке бермесін. Мені тартып алады деген сөз шықты. Әйтеуір Құдай сақтады. Не керек? Сонда бір қыс тұрып, аштан өле жаздап, жаз шыққан соң жаяу жалпылы шұбырып елімізге қайттық. Елге келсек, қора мүлкімізді, жерімізді бір кедей көршілеріміз иемденіп отырып алыпты. Өз үйімізге өзімізді жолатпайды. Әкем ел азаматтарына барды. Болысқа барды. Түк болмады. Қайдан болсын? Болыстың өзі екен қондырған. Әкем ізденіп болыстың үстінен арыз беріпті. Қайдан білсін? Бұрынғы заманы деп жүр ғой. Бір күні ауылға мылтықты 2 милиция кеп, әкемді алды да кетті. Не жазығым бар десе, сен қашқынсың, боржайсың дейді. Боржайы не екенін қайдан білейік? Әкемді қалаға барып абақтыға жауып қойыпты. Әкем жатып алды, шығармайды. Өзің көрген Ақан деген ағатайым бар еді ғой. Сол олай шапты, бұлай шапты. Әкемді босата алмады. Жалғыз әкем ондай болды. Туған шешең болмаған соң немене? Ой, дүние-ай десейші. Нағашым сені жақсы көруші ме еді? Жақсы көрмей, Қытай қазақтарына бермей алып келді ғой. Менің де балалау күнім емес пе? 15-ке жаңа шыққам ғой. Әкемнің абақтыда жатқаны жаныма қатты батып жүрді. Айға жуық жатты. Ақан ағам қалаға кетіп еді, бір күні әкемді босатып алып келді. Қуанып қалдық. Әкем келген соң қора мүлкімізді де, жерімізді де өзімізге қайтарып берді. Онысы тәуір болған екен. Тәуір болғаны құрсын. Тәуір болмады. Арада бір жұма өтті ме, өтпеді ме, бір күні кешке таман қаладан 3 кісі сау ете алды. Жоғары үйге кіргізіп көрпе салып, қой сойып, әкем шала бүлініп жатыр. Мұнысы кім деп отырмын. Қатындар жиылып келе бастады. Біріне бірі, күйеуді көрдің бе дейді. Жүрегім су ете түсті. Кімнің күйеуі десем, ойбай-ау, күйеуің келгенін білмей отырсың ба десті. Не дерімді білмедім. Көзімнен жасым тимей кетті. Мен жылап отырғанда өгей шешем келіп, жылағаны несі? Бала емессің, күйеуге тимей отырушы ма ең? Дәнеңе жоқ, өз теңің, оққан төре жігіт. Қой жылағанды деді. Оған да болғам жоқ. Теріс қарап домаланып жылай бердім. Енді қайтейін, әрі жаспын, әрі күйеуге тием деген ойым бар ма? Және бір ауыз сөз айтпастан, дәнеңе етпестен бір-ақ күнде күйеуің келді деген соң, ой Алла-ай десейші. Асқа да тұрмай бұлан-талан болып жатыр едім, қасыма ағатайым келді. Қамығып басымнан сипап отырып, сені берейік деп отырғанымыз жоқ. Әкеңнің жаны қалама деп уәде қылып едік. Енді уәдемізді жұта алмай отырмыз. Заман жаман. Осындай қызметтегі бір адамға сүйенбесек, жазым боп кететін көрінеміз. Бізді қашқын деп кім көрінген сұқтанатын көрінеді деп бірталай ақыл айтты. Ағатайым сөзі кішкене құлағыма кірейін деді. Әйткенмен ар жағым болатын емес. Көңілім соқпайды. Жоқ жерден күйеуге тиеді деген не сұмдық. Әкемнің шыққанына қуанып жүрген сорлы басым мені бермек болып босанған екен ғой. Ал сонсын немене? Тамақтан кейін әл еркіме қоймай, жеңгелерім қоғыстатамыз деп мені сүйрелеп алып барды. Есіктен кіргізді. Үйі ала көлеңке еді. Әйнектің түбінде қап-қара аюдай бірдеңе отыр. Өзі тіпті үлкен. Аузынан түтіні бұрқырайды. Ойпырмай. Манағы ма? Зәрем одан жаман кетті. Мынау өңкиген қараю жеп қоятындай көрдім. Жеңгелерім мені қасына таман әкеліп, өзіңдей бұл да адамның баласы. Балалық қылма,
әлі-ақ үйреніп кетесің деп қасына отырғызды да шамды алып шығып кетті. Төмен қарап бұғып отырмын. Дір-дір етем. Түтінім бұрқыратып болды да әлгі қара аю сырғып келіп қолымнан ұстады. Денем шым ете түсті. Қолы темірдей тиді. Неғып отырсың? Бер таман кел деп қолымнан тартты. Жүрегім дүрсілдеп барады. Бауырына таман тартып, қолаңса иісі қол қамдатып тікен мұртын бетіме қадап, жап-жалпақ аузын жапсырды. Белімнен қысып икемдеп әкетіп барады. Ағатайладым, жалындым, жыладым, керек қылмады. Темірде қолдарымен денемді бүріп күйретіп барады. Не керек? Тамақ азабын тартқандай жан терге түсіп, қиналып, тұла бойым дал-дұл болып, көрер таңды көзіммен атқыздым. Сөйтпей қайтушы еді. Сонсын ертеңде ол кетіп қалды. 10 шақты күннен соң ағатайым мен апам екеуі төсек орнымен арбаға салып мені қалаға алып келді. Бір қатын, 3-4 сыпиған еркек алдымыздан шығып үйге кіргізді. Ауыз үйі кішкене, төргі үйі үлкендеу 2 бөлмелі үй екен. Төсеніші жоқ, қу тақтай. Бір бұрышта темір кабат тұр. Шешем екеуміз соның үстіне отырдық. Еркектер ортадағы орыс үстелді жағалай орындыққа отырды. Өңшең бір шүлдірлеген бөтен адам. Тартқандары шылым. Қайда отырғаныңды білмейсің. Оның рас. Алғашқы кезде кісі сөйтеді екен. Сонсын кешке таман қонақ шақырды. Кроват жаққа маған шымылдық құрып қойды. Апам басы ауырып ауыз үйде жатып қалды. Қонақтарды келді сауылдап. Орталарына ет қойып, келіншегің құтты болсын деп айғайласып стаканды салдырлатып арақ ішті. Ахан ағам ішпеп еді, бәрі жабылып қоярда қоймай оған да ішкізді. Мен шымылдық ішінде жалғыз шошайып отырмын. Ағатайымды аяп отырмын. Шетінен мас. Бір жігіт арақты азырақ ішті білем. Бәрі соған жабылды. Менің күйеуім, іш, сен неге ішпейсің деп күрілдеп, әлгімен ұстасты. Содан ұшқынып, екеуі керілдесіп боқтасты. Қойлағанды тыңдамай, әлгі менің күйеуім тілі күрметіліп, боқтап, атам деп мылтығын ала ұмтылғаны ғой. Құдай-ай, сақтай көр. Зәрем зәр түбіне кетті. Бәрі дүрлігіп, ыдыс-аяқты қиратып, үстелді, тақтайды тарсылдатып үйді басына көтеріп барады. Қорқып мен де ұшып түрегелдім. Шымылдықтан сығалап қарасам, күйеуімді 2 жігіт ұстап жүр екен. Көзі қисайып ақшиып кетіпті. Қалай екенін сонда көрдім. Қолында мылтығы тұра-тұра ұмтылады. Күйеуімнен қорықтым, көңілім қалды. Мінезі жаман екен. Әлден уақытта екеуінде қойғызып, қонағы түскірлер тарады. Ыдыс шашылып, стақан бөтелкелер қирап, арақ төгіліп, үйдің ойран ботқасы шығып қалды. Ағатайлап, мана төбелестен бұрын лоқсып шиқылдап, ауыз үйге шығып кетіп едім. Күйеуім қонақтарын шығарып салып, тәлтіректеп келіп, мені тағы құшақтап сүйді. Өне бойы арақ сасиды. Шешінбестен төсекке келіп қылжиып, әлгі төбелескен жігітті боқтап жатып ұйықтап қалды. Ойпырмай, күйеуіңнің мінезі қалай жаман еді? Мінезі жаман дейсің. Жамандығын қазір айтам. Сонсын қайттың? Сонсын жылап-жылап сілем құрып, кроваттың алдына бір көрпе тастай беріп жантайып, таң ата көзім ілінді. Не керек? Бір сау күні болған жоқ. Қызметтен келсе арақ ішумен, мас болумен, боқтаумен күн өтті. Мені жан екен деп сөйлесу жоқ, тек қойныма жатуды біледі. Күндіз-түні бүктісіп жатқаннан басқа жарық сәуле көрмедім. Бір жұмадан кейін күйеуім қызметтен түсіп қалды. Партиясы деме, бірдеңесінен шығарып тастапты. Пара алып жолдастарымен ұстасып, әйтеуір жамандығы білініп қалса керек. Содан кейін ол мені алып, өз еліне қайтатын болды. Келіп кетіп жүретін бір қазақ қатыны бар еді. Өзі бір сумаңдаған сөзі көп қатын еді. Бір күні сол келді. Күйеуіңді қызметтен түсірді. Бұл қаладан қуып отыр. Жаман жұмыстары көп. Енді абақтыға түседі. Өзі кедей дейді. Сен оған ерме. Мұнда қал. Саған жақсы күйеу тауып береміз деп мені азғырды. Не сөз екенін де білгем жоқ. Келген соң күйеуіме айттым. Кеше ғана тие сала қалай айырылайын? Күйеуім, олар менің дұшпаным. Өтірік айтады. Әуре болма деді. Содан мені осында алып келді. Семейдікі екен ғой. Я, осында бір жаман үйі бар екен. Мені өз үйіне әкелген жоқ. Бір жолдастарының үйіне түсірді. Ноғай қатыны 2 ақ үрпек баласы бар екен. Шай қайнатты. Күйеуім кетіп қалып еді. Әлгі үйдің иесі бар. 1-2 балалы жігіт бар. Шайды жаңа ішіп отыр едік. Бір мезгілде бір шұбар мәтішке келіп ентігіп сұрланып, ерні дірілдеп,
Есік көзінде тұра қалып еді, бәрі де үн-түн жоқ төмен қарады. Сөйткенше болмады әлгі Мәтішке. «Оныкі жаңа қатын сен бе?» деп мені көрсетіп, «Мені де оныкі қатын» деді. Мені тастады. Менікі одан бір кішкене бала қалды. Баланы асырауға ақша жоқ. Баланы саған тапсырдым деп маған қарап жылап қоя берді. Мен аң-таң болдым. Үй иесі жігіт отырып маған мәнісін айтты. Бақсам күйеуімнің орыс қатыны бар екен. Маған оны айтпастан алып кепті. Ойбай, масқара. Масқара болғанда қандай? Сол жерде не болғанымды білмедім. Өңім екенін, түсім екенін айыра алмадым. Мен жылап отырғанда күйеуім келді. Мәтішке кетіп қап еді. Күйеуім шай ішіп отырып, баланы да жібергелі отырмын деді. Жолдастары, өзің білесің, бәлең түгендеп жөнді ештеңе айтпады. Ішінен жақтырғандары көрініп тұр. Мен күйіп кеттім. Балаңды неге жібересің? Орыс боп кетпей ме? Алып қал дедім. Енді қайтейін? Алдым. Тіпті намысым келді. Кімде болса, күйеуімнің баласы ғой. Айтқаныма бола ма? Баласын бірге тастады. Қатыны кеткен соң мені өз үйіне әкелді. Жаман тоқалы екен. Бір ағасы мен жеңгесі бар екен. Ағасы жаяу жүріп сауда қылады екен. Әлгі күйеуімнің тастаған баласы анда-санда келіп кетіп жүрді. 5-6-ға келіп қалған жап-жақсы бала. Менің күйеуімнің баласы дейтін емес. Қазақша тіл біледі. Бейшараны аяймын. Маған бала боласың ба деймін. Болам дейді. Әкесі келсе, келме, үйіңе бар деп қуып жібереді. Сол бала артынан көшеден қайыр сұрайтын болыпты. Әкесі жолыққанда бала қолын жайса, керек десе садақасында бермепті. Не деген қатты адам екенін білмеймін деп келіншек сөзін бітірді. Осы күні күйеуің қайда? Қызметпен басқа қалаға кетіп еді. 2 ай болды, хабар жоқ. Бала көтердің бе? Бір бала түсік түсті. Біреуін қолдан өлтірдік. Күйеуіңнің аты кім? Обал ғой, қалай атайын? Оның обалы жоқ, бауырым. Жай сөз, атай бер. Ана аттың мойнына салатын имек ағаш. Қамыт па? Жоқ, одан жоғарылауы. Доға ма? Сол. Аты да біртүрлі екен. Өзің немене жүдеусің ғой. Жүдеу болмай қайтейін. Адасқан қаздай, жападан жалғыз, науқасқа шалдықтым. Азырақ жөтелім бар. Қалқам, Кәмилай, сенің де көрмеген қорлығың жоқ екен ғой. Ал енді өзіңдікін айтшы дегенде, орысша киінген әйел бастан кешкен күндерін бір-бірлеп ағыта бастады. Бірінің аузына бір қарап, киімдерін шұқыласып, екеуі ағаш түбінде көп отырды. Күнде еңкейді. Кәмиланың қыдырып кеткен қайнаға абысындары да келді. Сонымен ол күні әңгіме аяқталмай қалды. Орысша киінген әйел Кәмиланың тұрған үйін сұрап алып, ертең келмек болып қош айтысты. Ертеңіне каштай жырасымен ағып, 2 әйел ертіс шетіндегі маған кел деген көп қайықтың бір бүтіндеуіне отырып аралға тартты. Ана жерге, мына жерге барса да орыс, ноғайдың қыз қатыны қолтықтасып, жылт етіп шыға келеді. Осыны көргенде келіншек, осылар-ақ үйінде отырмайды деп қалды. Оңаша орын іздеп, 2 әйел аралды өрлеп барып, алыс жақтағы орманның бір алаңқайына алдын бере отырып әңгімесін қайта қозғады. Сонымен жазға салым ауылға ағатайым келді. Мен әлі әкеме көріне алмай Ұрқияның үйінде жүруші едім. Әңгіменің бәрін ағатайым естіпті. Әкемді көндіріп, ағатайым үйге алып келді. Бетімнен отым шығып, әрең бардым ол. Елде 1,5 ай тұрған соң, ағатайым мені қалаға алып кетті. Әкем үндеген жоқ. Өзде құтыла алмай жүрген кісі ғой. Қайта кеткемді тәуір көрген шығар деп, әңгімеші әйел қалтасынан орамалын алып, мұрнын сүртті. Сөз әлпетінен оқушылар өзде сезген болар. Бұл әңгіме айтып отырған Ақбілек еді. Анау Кәмила деген келіншек Ақбілектің шешесімен бірге туысқан, бұрын болыс болған Бояубайдың қызы еді. Ақбілектің туған нағашысы болды ғой. Ендеше Ақбілектің әңгімесіне құлақ салайық. Ағатайым қаладағы бір Мағиша деген оққан қызды алғалы жүр екен. Орал тауынан ауып келген Естек қызы. Бір мұғалім ағасы бар. Үйелмелі-сүйелмелі 2 қыз екен. Біз құсап, дәм айдап келген ғой. Көргенді жердің балалары болса керек. Бір жұмадан кейін сол жеңгемізді алды. Оқығандардың үйленгендері де біртүрлі. Құда түсер, қол ұстатар, шаш сипар, ілу жыртыс, киіт-сейіт, кәде-сәде дегеннің
бірі де жоқ. Томаға тұйық үйге алып келіп қонақ шақырады екен. Қыз ибасы да, қынамендесі де, тойы да сол бір соғар. Жаңа жеңгейде ұялған жоқ. Ағатайыммен тізерлесіп отырып қонақ күтіп, өзі жүгіріп жүрді. Естек болғанымен өзіміздің қазақ сияқты қытығы жоқ. Кеңпейіл, тәуір адам екен. Көзі қап-қара, денелі келбетті кісі. Жеңешемді сөз қып кеттім-ау. Оны айтатын да жөнім бар. Ағатайымнан да маған оның қызметі асты. Мені адам қылған сол ғой. Он қолынан өнері төгіледі. Шаруаға да көріп кел. Тамақты қандай қып пісіреді. Неше түрлісін істейді. Ішпегенді ішкізеді. Өзі бір саудырлаған ақ көңіл бала сияқты адам. Не десең соған нанады. Ағатайымның бар жоғын білдірмейді. Келген кісімен ерекше сөйлеседі. Менің көзімді ашқан сол жеңгем ғой. Әйтпесе, ал содан кейін қайда бардың? Содан кейін ағатайым сол жылы Семейге барды. Қызметке. Мен де ала барды. Пәтер тұрмысымыз жайлы болды. Сол кезде бір курс ашылып, ағатайым мені сол курсқа түсірді. Курсың немене? Ондайды әлі білмейді екенсің. Бала оқытатын сондай мектеп болады. Үйден шықпаймын. Қайдам? Оның да рас қой. Курста менен басқа да 4-5 қыз оқыды. Көбі ересек. Қазақша хат таныған болмаса, үлкен оқуды кім көрген? Әуелде түк түсінбей жүрдім. Өзіміз оқитын ескі молдалар тәрізді емес. Орысша киінген жігіттер түрегеп жүріп оқытады. Жаяу жазатын, отыратын жерің бәрі үстел. Мұғалімдеріміз қара тақтайға бормен жазып сөйлеп түсіндіреді. Есеп деме, жағрапия деме, сен білмейсің ғой. Көп нәрселер үйретеді. Мұғалімнің үйреткенін дәптерімізге жазып ала береміз. Үйге келген соң білмеген жерімді жеңешемнен, ағатайымнан сұрап алам. Екеуі де айтып береді. Не керек, сол курстан 6 айдай оқып, әжептәуір нәрсе біліп қалдым. Үйге келгенде жеңшеме қолғабыс қылам. Омырауыма алжапқыш байлап алып, картоп тазалаймын, кеспе кесем, пәреміш, самсы, түшпәрә, котлет дейтіндері болады екен. Оларды істеуді де үйреніп алдым. Киімім де ыңғайлы. Семейге келген соң ағатайым мен жеңешем маған да орысша киім тіктіріп, мені қылтитып сәндеп қойды. Кейде ағатайыма не жеңешеме еріп театрға, суретке барамыз. Сен оларға барып көрдің бе? Әлгі қозғалып тұратын ба? Иә. Әлгі жоқта бір таныс шәкірт апарған еді. Не екенін ұға алмадым. Әуелде менде таң тамаша қап, бұл қалай қимылдап тұр? Жаны бар ма деп жеңешемнен сұрай бергем. Сөйтсем жаны жоқ екен. Қозғалып тұратын бір тетігі бар екен. Спектакльге бардың ба? Онысы немене? Кісілер бет-аузын бояп, сақал жапсырып алып, сөйлесіп ойнайды ғой. Әне біреу, әлгі бір қойшы болып, қатынын ұратынды айтады екенсің ғой. Сол. Семейге сені қай жыл әкелді? Қай жыл екенін білмеймін. Әйтеуір 4-5 жыл болып барады ғой. Бізге де міне 5 жыл болып барады. Біз 21-ші жылы қысқа қарсы келдік. Сені мен неғып естімедім екен? Келген жылы біз Қарқаралыға кеткенбіз. Бәсе, келесі жылы тағы да көре алмайтын жөнім бар. Ол жылы мені ағатайым Орынбордағы оқуға жіберген ғой. Ендеше ол жылы біз қайтадан Семейге келгенбіз. Менің алғашқы бала көтерген жылым ғой. Ол жылы мен Орынбордамын. Ағатайым, көбірек оқымасаң адам болмайсың деп оқу бөлімінен қағаз әперіп, Орынбордың жапфагына жіберген. 2 қыз барғанбыз. Ажар екеуміз. Жеңілтек қыз еді. Қалалы жердікі ғой. Есі дерті бозбала. Бет-аузына бояп әдеміленеді де жатады. Менің отарбаға алғашқы мінгенім сонда ғой. Атын естіген болмаса кім көрген? Түн ішінде ағатайым мен жеңешем екеуі Бержебеймен апарып тастады. Жыбырлаған кісі. Отарба өкіріп тұр. Ағатайым күні бұрын қағаз алып қойған екен. Кезек күтпей билет алдық. Апарып бір ұзын үйлерге, үй емес, дөңгелегі бар, үлкен бүтеу күймелерге әкеп кіргізді. Вагон дейді екен, артынан білдік. Жеңешемен ағатайымды қимай көп жыладым. Бұрын көрмеген алыс жер ғой. Қорқып жүрмін. Енді қайтейін. Бір жағынан оқығанымды жақсы көремін. Бір қыс оқып оқудың дәмін алып қалдым ғой. Оқыған жеңешемнің түрі анау, бәрін біліп тұрғаны. Ағатайымды қандай сыйлайды. Ағатайым да оны ренжітпейді. Жеңешемнің тілі де біртүрлі қызық қой. Ол сөйлегенде ағатайым екеуміз күлеміз де отырамыз. Әуелде тіліне түсіне алмай жүрушем, жүре құлағым үйренейін деді. Жеңешем де қазақша сөйлеуге айналды. Әйткенмен кейде бірдеңені қойып қалады.
Ойбай-ау, бірді айтып бірге түсіп кеттім-ау. Жеңешемді ойласам, айтып отырған сөзімді ұмытам да қалам. Тіпті сағынып жүрмін. Олар қайда? Зайсанға кетіпті. Көрем ғой деп келсем, жеңешетайым-ай, менің көзімді ашқан сол ғой. Я, қимай жыладым дедің ғой. Жыламай қайтейін. Сол екеуінен басқа кімім бар? Әке-шешемнің түрі анау болды. Екі бауырым болса, онда өгей шешенің қолында қалды. Ол байғұстарын көрген күні әлдеқандай деп бір ойлаймын. Не керек, екеуі бетімнен сүйіп төрт көздері жаудырап қала берді. Өкірген отарбаға мініп мен кете бардым. Ажардың ойына да келмейді. Сол екі арада бір жігіт тауып алып, әйнек алдында ауыз жабыса қапты. 2 күнге дейін көзімнен жас кетпеді. Жолда 4 қалаға тоқтап, вокзалда жатып басқа отарбаға мініп отырдық. Ажардың жігітпен таныс болғанының бір пайдасы тиді. Ажар екеумізге кезекке тұрып билет әперіп отырды. Неше түрлі тамашаны көрдік. Талай өзеннен, көпірден өттік. Тауды да, орманды да тіліп өтеміз. Бір жерге барып тіреліп қалама деп қорқып келе жатасың. Тірелмейді де, соқтықпайды да. Арасына жылпылдап, жыланша бұраңдап өте шығады. Жүрісі қандай, құйындай ұшады. Орынборға келіп, Бержабайға мініп, Ажардың танымалына барып түстік. Орынбор қаласы Семейден ретті. Көшесі тас, Бержабайы оңды екен. Солқылдаған кішкене пәуеске. Ертеңіне қағаздарымызды алып Үшкөлге бардық. Адам айтқысыз бір үлкен үй, ығы-жығы бала. Бізде кіріп кеңсесін тауып алып қағазымызды көрсеттік. Қағазымызға қарап бізді тыңдамастан, дәнеңе етпестен алды. Қыздар жататын бөлме басқа екен. Солардың арасынан бізге де 2 кровать берді. Төсек орнымызды әкеп сонда орналастық. Қыздардың бәрі орыс. Қазақтан 5-6 қыз болды. Семейдегідей болмады. Оқуы қиын тиді. Семейде мұғалімдеріміз қазақ, оқуымызда қазақша еді. Орыс тілін азырақ оқып едік. Мұнда оқу орысша. Оқытатын ылғи орыстар. Қазақтан 1-2 мұғалім бар. Ағатайымнан, жеңешемнен орысша оны-мұны үйренген болғам. Ол білгенім аз екен. Көпке дейін түсіне алмай, босқа отыратын болдым. Бір тәуір жері орыс қыздары көп. Тіл үйренуге де оқудан да солар жақсы болды. Әйтсе де сабақта мәз оқи алмай жүрдім. Ешкіге ұқсаған қызы түскірлер секектеп отырмайды екен. Сабақтан босанса жігіттермен жыртыңдасып, хат жазысып, қолтықтасып, құшақтасып жүргені. Орыс қыздары тіпті ұят дегенді білмейді екен ғой. Еркектің мойнына мініп алады, жас балаша алдына отырады. Тіпті ұят. Оларға еліктеп біздің қазақ қыздары да жігітпен жүреді. Әсіресе біздің Ажар мен Камила деген қыз. Түні бойы жоғалып кетеді. Қараңғы жерге барып, әркіммен бір құшақтасып отырғаны. Камила деген қыз сабағын оқи алмай, қыс ортасына жетпей шығып кетті. 2 қабат екен десіп жүрді. Кім білсін. Жігіттер мені де айналдырды. Мен олардың ортасына көп түспей шеттеп жүретінмін. Өзім сияқты жуастау орыс қызымен жолдас болып сонымен сөйлесетінмін. Жігіттер қыдырайық, ойынға барайық, сөйлесейік деп маза бермейтін болды. Мен олардың ыңғайына көнбедім. Бозбалаға несіне қызғайын? Бұрынғы тартқан азабым аз ба? Және жеңешем ылғи құлағыма құйып отыратын. Жігіттердің азғырғанына ерме. Ерсең бұзыласың. Әбейірің кетеді. Адам болмайсың. Әуелі оқы. Күйеуіңе тиетін кезде жігітке көз саларсың дейтін. Қазақтың оқыған қыздарын ағатайым да жамандайтын. Ыртаң-жыртаңнан басқаны білмейді дейтін. Сол сөздері есімде. Айтқанына жүрмегенсін жігіттер менің соңыма түсті. Мені ұлы кеуде деді, байдың қызы деді, қуыршақ деді, кісі киік деді. Айтпағаны жоқ. 9 саққа жүгіртті. Өтіріктен өтірік пәлен жігітке хат жазыпсың, пәленмен жақынсың деп жала жапты. Маған хат жазып ғашық болды. Домалақ қағаз түсіріп неше түрлі былған сөздерді айтты. Сонда да болмадым. Ең болмаған соң қараңғыда аяғымнан қағып жығып кететін. Ұрып кететін болды. Қағаз кітаптарымды, тарағымды, орамалымды ұрлайтын болды. Еркек бала біртүрлі бейбастақ келеді ғой. 2 күнде, 3 күнде бір жиналыс болады. Айғай-ұйғай боп сөйлесіп жатқаны. Жиылысқа бармай қалсаң, біреуі барып жеткізе қояды. Бірін-бірі мүйіздеп жамандап, үшкелден шығартып жатқаны. Әсіресе біздің қазақ балалары. Не жетпейтінін білмеймін. 500-ге тарта бала бар. Үй тар, отын кем. Жұмасына бір жаға ма, жақпай ма? Үйдің іші былғаныш сасық. Көп бала сасытпай тұра ма? Тесікті ашсаң азынап суық кіреді. Ауырып қаласың.
Ашпасаң тұншығып кете жаздайсың. Оның үстіне тамақта жайсыз. Ашаршылық жылы ғой. Таласып тармасып күніне жарты қадақ нан, пұлдыры жоқ картоп салған сорпа ішесің. Кешке бір қайнаған су. Оқу оқып жетілгеннен бұрын аштан өле жаздадық. Талай бала ауырып шығып кетті. Өлгендері де болды. Қыстың аяғына жете алмай, мен де жүдеу басқа айналдым. Семейге баратын 3-4 баламен мен де қайттым. Сен де бейнеті тәуір-ақ көрген екенсің. Атамы, жасынан оқымаған соң кісінің тілі де қатып кетеді екен. Жуырда икемге келмейді екен. Есейген соң оқығанның бір тәуірі есің болса, артық бұзылмайды екенсің. Өңшең өгіздің ортасында аман қалғаныма өзім де таңданамын. Жеңешем мен келгенге қуанып қалды. Оған да серік керек. Екеуміз бір туған кісідей боп кеткенбіз ғой. Ағатайым губкомда қызмет қып тәуір боп тұр екен. Келген соң босқа жүргенше тіл үйрен деп бір үшкілге учитель қатынды жалдап 4 ай оқытты. Бұрын қазақ баласын көп оқытып ысылған кәрі қатын екен. Баласы жоқ, табысымен күн көреді. Сол қатыннан оқығаным көп пайда болды. Орысша жазуға да, сөйлеуге де сол кісі сауатымды ашты. Орыстың тілі қиын болады екен тіпті. Осы күні орысша біліп алдың ба? Онша жетік білмесек те түсінетін болдық. Аса бір қиын сөз болмаса, ойлағанымды айта аламын. Біз сияқты аузын буған өгіз емессің ғой. Оқысаң сен де үйренер едің. Оқи алмай қалдың ғой. Заман оқығандікі көрінеді. Өмірдің қызығы соларда. Бар тапқанын тамағы мен киіміне салады. Мал жиям деп әуре болмайды. Тұратын үйлері қандай? Саңғырлаған бір сарай. Әй, біздің қазақтың көрген құны құрысын. Бықсып, сасып, беттеп, құрттап жатқаны. Құрттаса да мен сол елді сағынып, өліп жүрмін. Қуарған қаласы бар болсын. Бәрі бөтен, бәрі жат. Ішім пысып, санамен сарғайып, дертті болып отырмын. Қалқам-ау, ол сенің оқымағандығың. Оқысаң бәріне де үйір болып кетесің. Енді бізге оқу қайда? Елімді бір көрсем арманым болмас еді, деп қатты күрсінді. Қаланы, оқығанды мақтағаны болмаса, Ақбілектің арғы ойы оқымаған Кәмиләнің алдында өзінің оқығандығымен, орысша киімімен азырақ мақтанбақ еді. Әйтпесе, даланы, елді өзде сағынып еді. Кәмилә елін бір көруді арман қып күрсінгенде, Ақбілек ұялып, өтірік мақтанып отырмын-ау деп ойлады. Сондықтан сенің оның рас. Кісі кейде елді біртүрлі сағынады деді. Кішкенеден соң Кәмилә. Сонсоң не болды? Бітті ма дегенде Ақбілек, жоқ әлі. Әңгіменің қызығы ілгері деді. Соныңды айтсайшы. Соны айтам. Соны айтсам, немене қай жерге кебем? Семейге келіп орыс қатыннан оқыдың ғой. Содан кейін қысқа қарсы Орынборға тағы бардым. Оқуға. Қайта-қайта айта бермейші. Орынборда тағы 3 жыл оқыдым. Тұрмыста, оқуда бұрынғыдан жөнделейін деді. Тіл біліп қалдым ғой. Қалаға әбден таныс болдым. Оқушылар ойын қойып, мен ойынға да араластым. Бәйбіше тоқалды ойнағанда мен мәмеш болдым. Свердлов клубына қойдық. Оқыған азаматтарға қыдырып жүріп билет саттық. Ойынымыз жақсы болып өтті. Мен де тәуір ойнадым білем. Ойын басқарушы жақсы шығардым деп гуілдесіп жатыр. Бетіңнің бояуын сүртіп ауызға шығып едім. Ақбілек, сен жақсы ойнадың деп өзіміздің қазақ учитель жолға кетті. Көтеріліп қалдым. Жүр шай ішейік деп үстелге алып келді. Ол үстелде 3 жігіт отыр екен. Мені таныстырды. Кемесерлеріміз екен. Мынау Ақбала жолдас, мынау Балташ жолдас деп таныстырып жатыр. Отырыңыз десті. Отырдым. Сыра ұсынды. Ішпедім. Ақбала деген жігіт отырып, ішпесе зорламаңыз. Әйел балалардың ішпегені де жақсы. Біздің әйелдеріміз де кісі боп қапты. Ойындарыңыз тәуір шықты деп бірталай сөз қылды. Мен шай ішіп отырдым. Ақбаланы бұрында көшеде бірнеше рет көргенмін. Балалар шешен деп білгіштеп мақтайтын. Орта бойлы, маңдайлы, ақ құба жігіт еді. Көзқарасы, сөйлесі сабырлы жігітке ұқсайды. Сол отырғанда Ақбаладан көп сөйлегені жоқ. Әдемлеп, баптап, әртүрлі сөздер айтты. Өзгелері тыңдап, қошемет қып күлісіп отырды. Ақбала менен оқуымызды, тұрмысымызды сұрады. Көбінесе маған қарап сөйлеп отырған тәрізді. Мен қарсы отырармын ба? Маған таяу Балташ деген жігіт отырды. Ол маған алыңыз, ішіңіз деп тамақты алдыма тартып сыйлаған болды. Білімі де Ақбаладан төменірек пе деп қалдым.
Тарарда Ақбала өзгелерінен оңашалана беріп, жұмысыңыз болмаса келіп тұрыңыз. Сіздей қарындастарымызға жәрдем беруді борыш көреміз деп қолымды майда қысты. Кемесерлігіне қызыққан кісіше несіне барайын? Қайтып оны іздеп барғам да жоқ. Оқуымда жүре бердім. Бір күні газеттен Ақбаланың баяндамасы болады деген хабарды оқыдым. Не себеп екенін білмейдім. Соның сөйлегенін естігім кеп кетті. Бармайын деп бір ойлап тұрдым. Бір уақытта қолым шашыма, аяғым айнаға барып қалғанын, пәлтемді киіп үшкелден қалай шығып кеткенімді білмей қалыппын. Бір үлкен жиналыс екен. Арт жағына таман келіп мен де отырдым. Мен отырған кезде бір орыс сөйлеп тұр екен. Ол бітірген соң үстел басындағы қара шұбар кісі енді Ақбала жолдас баяндама қылады деді. Жүрегім бүлк ете түсті. Сахнаның ар жағынан жайымен аяңдап, жылмиып Ақбала шықты. Портфелін үстелге қойып, отырған жұртты бір шолып отырды. Маған да көз түсер ме екен деп отырмын. Білмеймін, көрген көрмегенін. Ақбала сөзін бастады. Асықпай саспай, қоңырлау, әдемі дауыспен бастады. Мен қадалып қаппын. Бір үлкен мекеменің істеген жұмысы жайынан екен. Не айтқанын ұққам жоқ. Көзім соның аузында. Құлағым оның дауысында болды. Алақанын әнтек бүгіп, құлаштап темір соққан ұсталарша оң қолын нығыздай сермеп сөйлеп тұр. Сөйлеген сайын өзінен өзі қызған секілденіп, дауысы ашылып, қимылы көбейіп келеді. Оның қыза сөйлегеніне мен де қызып отырмын. Сөзді түйдек-түйдегімен тастап жіберіп, қарақшыдан ағып өткен жүйрікше басын әнтек еңкейтіп шұлғыды. Жұрт шапалақтап алды да кетті. Мен де соғып жатырмын. Оның артынан әлдекімдер қарсы сөйледі. Ақбаланың баяндамасын мінеді, сынады. Мен оларға оқты көзіммен қарап қоям. Жаратпай отырмын. Жаман болса неге шапалақтады деп ойлаймын. Ақбала қағазына түртіп жатты. Олар сөйлеп болған соң Ақбала шығып бәріне жауап берді. Біреуін мысқылдап, біреуін кекеп, бірін түк білмейтін қып, неше түрлі дәлелдер келтіріп сыбағасын берді-ау. Түн боп кеткен екен. Ақбала сөзін бітірген соң тысқа шықты. Үшкілге бірге қайтатын серік іздеп, тепкішекте жан-жаққа көз салып тұр едім. Артымнан біреу келіп, білегімнен ұстады. Қарасам, Ақбала. Жымиып, сәлеметсіз бе деді. Сасып қалдым. Қызарып кетсем керек. Қызарғанымды көріп қоям екен деп тағы састым. Үшкілге қайтқалы тұр едім, дедім. Жүріңіз апарып салайын деді. Ұялдым. Бұрын кемесердің арбасына мінгенім жоқ қой. Ұялсам да ештеңе дей алмадым. Маған да кішкене мақтан пайда болды. Арбасына мінгізіп, қасыма отырып үшкеліме әкеп салды. Жолда менің баяндамамды естідіңіз бе деп сұрады. Естідім. Қалай боп шықты деді. Жақсы дедім. Баяндамасын сұрағаны, менің ойымды білгісі келгені, қолтығымнан ұстап таянып отырғаны, көшенің жарық жерінде бетіме жылы қарағаны, бәрі де өзімсініп айтқандай, қарағандай жылы көрініп келеді. Қоштасарда, ертең театрға барсақ қайтеді деді. Барайын деп қаппын. Сол күні неге екені белгісіз, Ақбала түсіме кіріп шықты. Көңілің кетіп қалғандағы? Қайдан білейін? Кетсе кеткені ғой. Ертең кешке уәделі сағатта театрға келсем, есік алдында аяңдап мені күтіп жүр екен. Ойынға кірдік. Бірге отырдық. Көп сөйлестік. Оқыған әйелді махаббатты сөз қылды. Бірдеңе айтып келе жатып, сізге оған қалай қарайсыз деп менен сұрап қояды. Оған не десем ұнар екен деп қулықпен жауап бергім келеді. Бірақ бүге алмай өз ойымды айтып қоя берем. Сіздің пікіріңіз маған ұнайды деп қояды. Біздің елді туған туысқандарымды сұрады. Тағы да бержабаймен шығарып салды. Қолымды жұмсақ ұстап, қайта-қайта қысып айырылды. Жақсы көрген адамның тілі айта алмаған нәрсесі көбінесе қол айтады ғой. Сен соны байқадың ба, Кәмила? Ол рас, деп Кәмила бір күрсінді. Айтпақшы ұмытып барады екем. Театрда әнеугі Балташ деген жігітте болды. Орны бізден бөлек еді. Антракт кезінде біздің қасымызға келіп, екеуі екі жағымнан телмеңдеп сөйлеп жүрді. Екеуі екі қанатын тәрізді. Екеуін сермеп ұшып кететін тәріздім. Көңілім көтерілген сондай. Балташ мені ойлағандай емес, недәуір білетін, артық желігі жоқ, сыпайы есті жігіт көрінді. Өзім әйтеуір солай ойладым. Сіз ойынға келетін болыпсыз ғой. Қалай, ойын ұнайма деген сықылды, ол да сөз қатып қояды. Екеуі бірде өліп өшіп жүрген соң, маған да азырақ желік пайда болды. Азырақ емес-ау, үлкен желік.
Маған желігіп таласып жүрген секілді көрінеді. Өзім солай шорып қойдым. Бір күні көшеде Балташ жолығып, қасыма еріп жүріп бір қыдыру сөйлесті. Ақбала сияқты әдемі сөйлемеді. Кідіріп, кібіртіктеп ыңылдап қойды. Оның сөзі көбінесе оқу, тұрмыс, көктем жайынан болып келеді. Қыз жайынан сөйлеуге қыры жоқ секілді. Айрыларда қолымды ұстап тұрып, қызарыңқырап, сізбен бір сөйлесейін деп едім. Уақытыңыз болар ма екен деді. Болар дедім. Әлгінің ұялғаны ұнап кетті. Не айтар екен деп ойладым. Әйелдің сондай жеңсігі қалама. 3 күннен кейін бір баладан хат жіберіпті. Ақбілек жолдас, уақытыңыз болса сағат 6-да Марс бақшасына келуіңізді сұраймын. Жауабын осы баладан қайырарсыз. Балташ депті. Міне қызық. Қызық деймін өзі. Ақбалаға көңілім кетіп қалғаны ғой. Оның үстіне Балташтың көлденеңнен келіккені қызық болды. Бармайын десем көңілі қалама деп ойлаймын. Әйелдің сондай жерде көрсе қызарланып кететін бір жыны бар ғой. Өзі жазғытұрым кезеді. Сабағымызды тыңдатып өтіп, көңілімде көтеріңкеді. Атақ айтқан уақытында бардым. Барсам жоқ. Әлі келеді, жоқ. Әлі келеді, жоқ. Енді қайтайын деп ренжіңкіреп отырып едім. Жайықтың жиегімен жалаңбастанып апыраңдап келе жатыр екен. Күттім. Келіп амандасты. Көп күттірдім бе деп кешірім сұрады. Бір жұмысқа алданған екен. Тағы да көпке дейін сөз бастай алмай қипақтай берді. Бір уақытта жұлып алғандай. Кісіге осы үйленген теріс болмайтын көрінеді. Мен өзім бір жолдас іздеп жүредім деді. Жоғыңыздың оралғысы болсын деп мен жымидым. Тағы да оны мұны айтып отырып, сізді менің көңілім ұнатып жүр деді. Менің күйеуім секілді бір топас екен ғой. Топас деймін өзі. Әлгі бізді оқытатын мұғалім мені мақтаса керек. Мен ашып жауап бере алмадым. Ағатайым, жеңешем бар еді, солардан хабар алған соң жауап берейін дедім. Оны дұрыс көрді. Тағы да жолығып жүрмек боп шығарып салды. Ақбала секілді қолтықтап ұстауды білмейді. Ебі жоқ еді өзінің. Ертеңіне Ақбаладан хат алдым. Недәуір сөз жазыпты. Маған көптен бері ынтық боп жүргенін айтыпты. Енді бұл хатты көңілім сізге әбден жеткеткен соң жазып отырмын. Сізді өзіме тең көремін, сүйемін. Сізсіз өмір маған қызық емес. Жауабын беріңіз депті. Міне қызық. Қызық енді болды. Мына хатты алған соң әрі қуандым. Ол мені ала қояды деген ойым бар ма? Әншейін ермек екен деп ар жағын сене алмай жүретін. Әрі өзім састым. Көңілім Ақбалада. Балташты оның қасында қораш көрем. Ақбалаға жауап қайырдым. Сөзіңді дұрыс көрдім. Мен де сізді ұнатушы едім. Бірақ ақылдасатын кісім бар еді. Аз күннен соң ақтық жауабын айтармын. Шыдаңыз. Ренжімеңіз дедім. Енді Балташ байғұсты әуре қылмай көңілін суытайын деп ойладым. Керуан-сарай дейтін бауда Балташ тағы бір күні сөйлесті. Сол күні Балташқа менің уәде беріп қойған кісім бар еді, өкпелемеңіз дедім. Десем де аяп отырмын. Балташ сазарып кетті. Ол кім деп сұрады. Айтпадым. Қоймады. Қоймаған соң айттым. Өзім де сол ғой деп ойлап едім, деді. Бірақ ол жігіт әйел таңдағыш еді. Оқыған қызды ұнатпаушы еді. Баянды болмаса не қылсын, деді. Менің көңілімді шығарғалы, оны күндегендіктен айтып отыр ғой деп ойладым. Балташ өкпелеп кетті. Көпке дейін жолыққан жоқ. Енді қайтсын. Екі жігіт таласқанның сондай жаманы. Әуелде қызық көрсең де артынан кісіге ауыр тиеді. Сен одан жамансың. Сені сүймеймін десе, өзіміз жақсы көрер ме едік? Әркімнің көңілі солда. Оның артынан Ақбалаға 2-3 жолығып сөйлестім. Менің ақылдасатын кісім бар еді. Шыдаңыз дегеніме азырақ ренжіген екен. Оқыған әйел өз жүрегіне өзі бей емес пе деп кішкене наз қылайын деді. Әйтсе де, сізден басқаға көңілімді бұрмаспын. Сізді ағатайым мен жеңешемде ұнатады деген соң тағы сенді. Өкпесін тастады. Мені жаным, жарым, күнім деп кәдімгідей сүйісетін болдық. Ол күйеу, мен қалыңдық. Несіне алайық? Ақбаладай жар бар кісінің арманы бар ма? Қуанышым ішіме сыймай жүр. Бір жерде отыра алмаймын. Кім көрінгенмен сөйлесіп, күлмейтін сөзге де күле берем. Ол күндер естен қалмайтын қызықты күн еді. Сонсын сөйтіп жүргенде айға жақындап қалды. Біздің елге қайтатын уағымыз да таяды. Үйден хат алдым. Ақбаланы ағатайым да біледі ғой. Алатыны рас болса тей депті. Қуанып кеттім. Жалма-жан Ақбаланың кеңсесіне бардым. Әнеугіден кейін барып жүретін болған бой. Ағатайымның хатын көрсеттім.
Жазып отырған қағазын қоя салып, есікті жауып келіп құшақтап сүйіп алды. Екеуміз де бақытты болдық. Кешке суретке барып, ең арттағы ложаға отырып, электр сөнгенде құшақтасып сүйісіп отырдық. Суретті көргенбіз жоқ. Бір жұмадан кейін оның мұнысын қомдап, той қылып, мені пәтеріне біржолата апармақ болды. Ертеңіне Балташтан тағы хат алдым. Хаттағы сөзі: сізге жолығатын үлкен жұмысым бар. Ол сіздің келешек өміріңізге де керекті жұмыс. Қайтсе де бір жолығуыңызды сұраймын депті. Менің өміріме керек неткен жұмыс екен деп таң-тамаша қалдым. Бармайын дедім де, тағы көрсе қызарлығы түскір шыдатпады. Ыза болыңқырап бардым. Барғаннан кейін амандасып отырып, Ақбала сізге жолдас бола алмайды деді. Неге дедім жұлып алғандай. Ол өткен уақытта сіз сияқты талай қызға құмар болған, аяғында жаратпаған, алмаған деді. Өткеннің маған керегі жоқ дедім. Азғырғалы келе жатқанын білдім. Нанбасаңыз міне оның күнделік дәптері деп, омырау қалтасынан бір кішкене кітапшаны суырып алды. Сіз мұны қайдан алдыңыз дедім. Жолдаспыз ғой, алдым деді. Жолдасыңыздың дәптерін ұрлағаныңыз ұят емес пе деп, мен қызарып ашуланып кеттім. Оның ұятын мойынға алдым. Осы дәптерде оның бір қызбен жүргені бар. Соны сізге көрсеткім келіп әкеп отырмын. Күйеуіңіздің қандай адам екені әлде сізге керек емес пе деді. Керек емес десем де қызбен жүргені дегені қызықтырайын деді. Тыңдасаңыз оқиын деді. Оқи қойыңыз дедім. Оқыды. Сол дәптер осы күнге дейін менде жүр. Кәмила, сен тыңдайсың ба? Оқиын. Кәмила, қарап отырғанша оқысаң оқы, естейік деді. Оқыған жігіттердің бұл бір сыры ғой. Әйел туралы, олардың ойын білу қызық емес пе? Еркек туралы біз де ойлаймыз ғой. Өзі не жазыпты? Бір қызбен жүргенін жазыпты. Ал оқы дегенде Ақбілек ақ кенеп пальтосының омырау қалтасынан кішкене кітапшаны суырып алды. Өзім де саған оқығалы ала келіп едім деді. Кәмилау, дәптерді оқымай тұрып саған айта кетейінші. Ақбала өзі әуелден Семейде қызмет қылған ғой. Семейдік ме еді өзі? Иә, семейлік. Балташ та семейлік қой. Семейде тұрғанда Ақбала үлкен орында болған. Неліктен екенін білмеймін. Бір жұмысынан қата тапты ма, Ақбаланы бір жылы қыстыгүні үлкен орнынан түсіріп, бір уезді қаладағы үшкілге жіберіпті. Қызметтегі жігіттерді бірден бірге ауыстырып отыратыны бар ғой. Сол кішкене қалада тұрғанда Ақбала осы дәптерге күндегі көрген білген жазып жүреді екен. Өзі толып жатыр. Мен саған мына бір қызыл қарындашпен белгілеп қойған жерлерін оқиын. Ал, иә, 5 февраль, дүйсенбі. Үшкелден қайтып келе жатқанда Күлән қасымнан өтті. Мен оған жолығудан қашып жүрмін. Бірдеңе айтқысы келді ме деп ойладым. Әбекен қатын алу жайынан сөз қозғады. Осы бір өсек екен деп жорыдым. Мен оқыған қыз туралы пікірімді айттым. Ол күліп, өз ойын білдірмей кетті. Күләні кім? Күлән Ақбаланың құмар болған қызы. Тыңдай бер. Қыздан қашқан несі? Кім білсін, араларында бірдеңе болған ғой. 6 февраль. Мен қайтып келе жатқанда Күлән мен Жаңыл күлісіп сөйлесіп келе жатты. Күләнді кешеде бір жігіт алдынан шығып, ертіп апарып салып еді, сол тағы кездесіп, соңынан еріп кетті. 7 февраль. Исполкомға барып қайттым. Қапай баяндама жазып отыр екен. Тұяқ тағы бір оққан жігіт келді. Қаратау елінде партия тақырыпты кедей ауылнайларға еңбек көлік салығы аудара салынса керек. Мұның керегі жоқ. Мұны неге белгіледі екен? Мына жерін оқиық. 9 февраль. Қапай келді. Көшеге шығып жүрдік. Садық жолықты. Әңгімелестік. Тергеуші Жақып ұлы пара алып, Сексенбаевты залогтан шығарыпты. Ойбай, бұл да емес, тұра тұр. Мына біреуін оқиық. 11 февраль. Осы күні өміріме ең керекті нәрсе өмірлік жарысы қылды. Осы екен. Жанымда сүйген жарым болса, қызметке бір бетке алаңсыз қарар едім деймін. Көңіл алаң болып жүргенде іске құлқым соқпайды. Бір нәрсем жоғалған, бір мүшем жетпеген кісідей сыңар жақ боламын да тұрамын. Кешке ақындікіне қонақта болдық. Күлән да келді. Еркектер оны-мұны сөйлесіп отырды. Мен әңгімеге кіріспей солғын отырдым. Күлән шашын бұйралап, жақсы қызыл кофтасын киіп келіпті. Кофтасы немене? Мынадай омырауша көйлек деп Ақбілек өз көйлегін көрсетеді. Бұрын ондай киім кимегендік ме, ұялған, сезіктенген кісіше қызарып отырды. Ол бұрын шығып кетіп еді. Біраздан соң мен де шығып артынан келе жатқам. Ілбіп келеді екен.
Мен де ақырын жүрдім. Мені күтпек болса, тоқтар деп ойладым. Ойлағанымдай тоқтады. Қарашы, еркектер ылғи сынап жүреді. Өзімізде сынамаймыз ба? Ар жағын қарайық. Ол сөзді бұрын бастады. Мен қысқа салқын жауап бердім. Хаттарымды сұрадым. Оған жат көрінді ме? Күлген, білдірмеген болып басқа сөзге бұра берді. Менің хаттарымды қайтаруымды сұрағанымда Х қаласының өсегінен болды ма деп мойындағысы келді. Мен Х адамдармен танысқым келмейді дедім. Ол қыздармен де ме? Деді. Қыздармен де дедім. Ол мұны күткен жоқ еді. Таңданды. Көшеде біреу келе жатыр екен. Қош деп айырылысып кеттік. Қ қаласы дедің бе? Онысы немене? Онысы қаланың атын қысқартып бір қаріппен айтқан ғой. 12 февраль. Күлән күнде 2-3 серіктесімен сенекте қолтықтасып сөйлесіп, сұңқылдасып жүруші еді. Бүгін көрінбеді. Класынан шыққан жоқ. Сабақпен шұғылданса керек. Көңілі күндегідей емес қой. Әйтсе де ішіндегісін білдірмейтін әйел. 14 февраль. Екінші басқыштың балалары үйірме ашып іс қылмақ екен. Іс қылмаған соң бұрынғы басқармасынан түсіріп, жаңадан сайлаған екен. Бұрынғылар орыс балаларын самогон беріп азғырып алып, жаңа басқарманың жиылысын жауып таратыпты. Төбелесе жаздапты. Бұрынғы басқармадағы бай балалары болса керек. Бұлардан қандай жақсы адам шығар екен. Мынау басқа нәрсе болып кетті. Мұны неге белгілеп қойды екен? 16 февраль. Х қазақтары әрқайсысы келіп оны мұны айтады. Маған сөзін сөйлетпек. Мені керегіне жаратпақ. Өздеріне кісі қып алмақ. Қапай менің жолдасым болғанша көңілдегісін істетіп береді деп дәмеленеді. Қазақтың талай былық жұмысы бар. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс екеніне көз жетпейді. Кімнің сөзін сөйлерсің? Келіп отырған соң тыңдайсың, шық деуге ұяласың. Мұнысы керек сөз екен, оқып шығайық. Және елдің сырын білгім келеді, сондықтан ғана тыңдаймын. Әйтпесе ел қазағының толып жатқан шатақ жұмысына кірісе берсем, тұтынған мақсаттарым далада қалады ғой. Бірақ қазақтың кіріп шыққанында зиян ба деп ойлаймын. Сырттан кім көрінген емденіп, арқаланып, бұтып шатады. Жолатпайын десең, жаманда болса, бұзықта болса өз елің ғой деп ойлайсың. Елден безген соң бір орыс болғаның. Онысында рас қой. 17 февраль. X қаласындағы азаматтардың бір өзгеше мінезі саты арқылы болмайтын нәрсе жоқ деп біледі. Ісінің ақтығына сенетін кісі жоқ, сатыға сенеді. Жауыздықтың тыйылмауына бұл да бір себеп. Әжептәуір бір оқыған жігіт абақтыдағы пәленшелерді кепілге шығарып алыңыз деп маған хат жазыпты. Міне қызық. 27 февраль. Хадиша жеңгей, Күләннің жеңгесі. Күйеуі Семейде қызметте ғой. Шақырыпты. Қапай екеуміз бардық. Көр жерде сөйлесіп отырып, сағат 11-де қайттық. Күлән бізге самса істеп, ас үйде жүрді. Мұнда Күлән бар екен. Шай жасап құйып берді. Беті қызарыңқырап, қолын сүртініп, шашын түсеп, қымталыңқырап отырды. Үстел ортасындағы лампы екеуміздің арамызда еді. Лампыны іргеге таяп қойды. Лампы олай қойылғанда, ол самаурынның көлеңкесіне түсуші еді. Мен жарықта қалушы едім. Лампыны алып, оны орнына жент салған кішкене тарелканы қойды. Бізге жақындатпақ болды. Бұдан мен 3 түрлі мән шығардым. Ұзын самаурынның көлеңкесіне түсу үшін, екінші, жентті бізге жақындату үшін, әйтпесе. Үшінші, арамызда лампы қалтқы болмас үшін қойылу керек. Бастапқысы болмаса теріс емес. Отбасынан қызарып, сынды бұзылып келген түрін жасыруда бізге жақсы көріну. Жентті кім болса соған жақындатады ғой. Соңғысы болса одан да жақсы. Бір лампыны қозғағанның өзін сонша сөз қылғаның. Еркек тіпті уақыт нәрсені де аңдиды ғой. Жақсы көрген-дағы. Тағы, міне. 10 март. Таңертең төсекте жатқанда бір ой келді. Күләннің маған көзқарасын білу керек. Бұл күйде жүре беру мүмкін емес. Бірдеңе іздеу керек, істеу керек. Әйтпесе іштен тынып өлетінмін. Қапайға ақылдастым. Ол жеңгесі арқылы сөйлесуді қолайсыз көрді. Арамызда жүретін бала арқылы білуге, болмаса өзімен сөйлесуге бел байладық. Өзі әлі сөз байласпаған ғой. Солай ғой.